Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге 30 минутта дайындалатын кәдімгі шоколадты пирогтың рецептісін ұсынамын. Бұл пирогтың ерекшелігі кәдімгі ұнтақ жармасынан дайындалады, сондықтан соңына дейін қараңыздар. Алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды миксерлеп, оның үстіне қантымызды аз-аздан салып біркелкі етіп миксерлейміз. Миксер болмаған жағдайда достар венчикпен істеуге болады. Енді еріген майымызды құйып, тағы да біркелкі араластырамыз. Аппақ болып көпірді міне. Енді оның үстіне айранымызды құямыз. Айранның температурасы маңызды емес. Салқын болуы немесе жылы болуы. Оның барлығын біркелкі араластырып, оның үстіне илекке какао мен ұнды біркелкі араластырып, илектен өткізіп саламыз. 2 бөлікке немесе 3 бөлікке салып миксерлейсіздер. Міне барлығы біркелкі араласып жатыр. Енді осының үстіне ұнтақ жармасын саламыз. Барлығын біркелкі қайтадан араластырып, бізде осындай масса шығу керек. Қатты қоюда емес, қатты сұйықта емес. Және осының барлығын араластырып болғаннан кейін үстіне байқасаңыздар, міне сод саламыз. Біз жаңа разрыхитель салған жоқпыз. Осы содын саламыз, қайтадан араластырамыз барлығын біркелкі. Содыны ең соңында саламыз. Мінекей достар, біздің массамыз дайын. Осындай сұйықтық болады. Бұл қазір 15 минут қойсаңыздар, бұл қоюланады. Айран мен сода реакцияға түсіп, манный каша ісінеді. Сол кезде осындай реакцияға түседі. Және газымызды сол 15 минут осылай тұрғанда міне қою болды. Сол кезде газымызды астын қыздырып, 180 градуста 30 минут, 35 минут шамасында пісіріп аламыз. Әркімде газ әртүрлі, сондықтан міндетті түрде қарап тұрыңыздар. Мінекей достар, менде уже дайын, пісті барлығы, немесе ағаш таяқшаның көмегімен қарауға болады. Жып жұмсақ, сондай әп-әдемі үлпілдек болып пісті. Енді оның үстін сәндеу өз қалауларыңыз бойынша мен үстіне ақ сгущенканы жағып, сахарный пудр септім. Мінекей аппақ болып, жып жұмсақ болып пісті. Әдемі болып тұрады осылай. Немесе басқаша істеуге де болады. Мына пышақпен кесіп көрсетіп жатырмын. Мен ысылай кесіп жатырмын, немесе суытып та кесуге болады. Мінекей достар, қараңыздар қалай көтерілген. Менде әлі ыстық күйінде кестім. Өте керемет болып көтерілген. Бәрі біркелкі, бір тегіс болып көтерілген. Өте дәмді болып шықты. Сондықтан жасап көруге міндетті түрде кеңес беремін. Және жасап көргеннен кейін комментарийға пікірлеріңізді жазып, ойларыңызбен бөлісуге болады. Міндетті түрде лайк басып, видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Және каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Әлде көптеген рецепттер болады.